12-ші беттегі 4-ші есеп орындалу реті бөлу, көбейту, қосу, азайту амалдарын рет-ретімен орындаймыз. 450-ді 5-ке бөлеміз. 90-ға тең. 720-ны 90-ға бөлеміз. 8-ге тең. Енді 90 мен 8-дің қосындысы 98. Келесі бөлу амалын бірінші орындаймыз. 810-ды 9-ға бөлеміз. 90. Енді 810-ды 9-ға бөлгенде 90 шықты. 90-ды 210-ға қосамыз. Мәні 300. 580-нен 300-ді азайтамыз. 580 азайту 300. 0, 8, 2. Олай болса 580-нен 300-ді азайтқанда 280-ге тең. 12-ші беттегі 6-шы есептің әсі. Бір үлгісін көрсетемін. Көбейту және бөлу амалының қалғандарын өзіміз шығарып көрейік. 204-ті 4-ке көбейткенде 4-4-дің көбейтіндісі 16-ға тең, бірі ойда. 0-ді 4-ке көбейтсек 0, ойдағымен 1. Мұнда жазамыз. Одан кейін 2 мен 4-ті көбейтсек 8. 816. 604-ті 2-ке бөлетін болсақ, бірінші 60-ты 2-ге бөлейік. 2-ні 30-ға көбейтсек 60 болады. Екеуі тең. Енді 4. 4-ті 2-ге, 2-ні 2-ке көбейткенде 4 болады. Олай болса, 64-ті 2-ке бөлгенде мәні 302-ге тең. Бұл есепті қосудың терімділік, үлестірімділік, қосынды санға бөлу, тағы да басқа қасиеттеріне қарап шығарамыз. Мынаны бағандап бөлсек 200-ді 4-ке. Енді терімділік қасиеті бойынша А қосу Б, оны С-ға көбейтеміз. Бұл жерде А-ны С-ға да көбейттік, В-ны С-ға да көбейттік, сосын барлығын қостық. Бұл көбейтудің терімділік қасиеті. Біз оны өткеміз. Осыған сүйеніп шығарамыз. 204 көбейту 4, 200 қосу 4 жіктеп жазамыз. Көбейтудің терімділік қасиетін пайдаланып. Одан кейін бұл жерде 200-ді мына 4-ке көбейтеміз. Жаңағы біздің көбейтудің терімділік қасиетінде бұл С, белгісіз бір сан кез келген. 4-ке көбейтеміз. Оған қосамыз. Келесі 4-ті 4-ке көбейтеміз. Мына 4-ті мынаған көбейтеміз. Демек, 200-ді 4-ке көбейткенде көбейтінің мәні 800, ал 4-ті 4-ке көбейткенде 16. 816-ға қосқанда 816. 604-ті 2-ге бөлгенде бағандап бөлсек, енді біз көбейтудің келесі қасиеттерін пайдаланамыз. Қосындыны санға бөлу. А қосу Б бөлінген С. А-ны С-ға бөлдік, В-ны тағы да С-ға бөліп барлығын қостық. Міне осы қосындыны санға бөлу қасиетін пайдаланып шығарамыз. 604-ті жіктеп жазық, 600 қосу 4 бөлінген 2, одан кейін 600 бөлу. Сан С әріпі. Одан кейін қосамыз, қосу амалы. Одан кейін мінекей мына 4 бөлу 2 тең 600-ді 2-ке бөлсек, бөліндінің мәні 300-ге тең. 4-ті 2-ге бөлсек, бөліндінің мәні 2-ге тең. Енді 300 бен 2-ні барлығын қоссақ, 302. Қосындыны санға бөлу қасиетін пайдаланып шығардық.